Так, есіңіз кім болды аға? Берік. Берік деген ағамыз келіп отыр. Берік деген ағамыз келіп отыр. Міне қазір 10 қолына қанша уақыт болды көтере алмайсыз өзіңізге? Ой, талай болып қалды бір. Примерно 3 жыл болып қалды бір. 3 жыл? Жоқ, жайлап басталып та. Иә. Қазір осы қатты бұл кісі қолын былай көтерген кезде боль бар. Мынау нерве, қолға әртүрлі. Бұның нервтің беретін жақтары әртүрлі. Былай бере береді. Қараңыз мына. Қараңыздар, тексере мына боль қалай не қылады. Мұны көрді? Мұны ұстатпайды. Жерке. Ұстатпайды. Мұны секіріп жатыр. Адам тигіздірмейді мұны. Ауырып кетті ме? Кешіріңіз аға. Кешіріңіз. Әшейін ұстатпай жатыр. Острый боль. Не ем жүргіздіңіз? Жақын арада ем жүрді ма? Иә, былтыр не берген анау снимкіге түсіп, мерден грижа деді. Грижа, сосын? 5-те грижа деді. 5-ші омыртқа мына жақта. То есть 7. Ем қабылдадыңыз? Иә, бір 10 күндей ба? Қараңыз, 10 күндей консервативный ем қабылданған. Консервативный деген медикаментозный жағы. Капинца береді, не береді. Бұл жерде мәселе. Сіздерге айтайын дегенім, жақсылап тыңдамаңыздар. Бұл кісіде мойын омыртқасы қолға қарай кететін нерв, есесің ба? Ұлсың ба, баласың ба? Иә, баласы. Қолға кететін нерв қысылып қалған. Тағы да қайталап айтам, басқа видеоларын тыңдап қарасаңыздар бәрін түсіндіремін. Ана омыртқаны орнына қоймай, ана қысылып тұрған нервті босатпай, мына қолдағы ауру еш уақытта кетпейді. 10 күн лечение алдыңыз. Мысалы, маған комментариямда адамдар жазып атады, неғып мынандайға бармайды, анаяққа барып емделмейді, анау деп. О жаққа барып емделген кезде консервативный емнің қонатыны бар, қонбайтыны бар, сіздерге айтайын, жақсы түсіндіріп. Не үшін Кассапров дейді? Мынау омыртқаны табиғи жолына орнына қойған екен, ешқандай емнің қажеті жоқ еді. Түсіндің ба? Қазір наглядно көзіңе көрсетіп беремін, әкеңді емдеп. Иә. Братжан, рахмет бауырым деп айтып жүресіз. Кәм төден көтереміз. 3 жылдан бері қиналып жатсыз ба? Ой, көзді 3 жылдан бері қиналып жатсыз ба? Қазір осы жеріңізді емдеп бәрін жазып жіберсе бір қой сойып бересіз ба? Ой, зор бала еді. Осы уақытқа дейін бір 5 қойдың ақшасы кеткен шығар болған. Одан көп кетіп қалды ма? Аяқты тура ұстаймыз. Укол салам, нормально жүріп, қайттан басталып. Ол временно. Мен сізге қазір түбегейлі орнына қойып салып берем, болды. Спокойно. Бос жатамыз. Жаңадан үйреніп жүргендерге айтарым, осы жерде айта кетпесем болмайды. Наглядно көрген нәрсеңізді істемеңіздер, өтініш. Бұл жаңадан бастап отқан Кассапровтарға айтып жатырмын. Бір не то движение адамды салқып қоюы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Иә. Анау нелер бар ғой анау? Профессорлар көп қазір. Көріп алып істейтін ше. Бос. Так, ағам мені қараңыз. Бір омыртқаны орнына қойдым. Міне, енді басып жатырмын. Қалай? Жоқ қой. О, атаң. Міне көрдің бе? Бір омыртқа қалай рөл ойнап жатыр. Бұл жерге 1000 укол салсаң да, мына эффект ала алмайсың бұзыл. Бір омыртқа, әлі мына жерде істейтін талай омыртқа тұр қазір. Бірақ омыртқаны орнына қойдым, бағана мынандай қанда секіріп жатқан адам, қазір мені шұқып жатырмын қолыммен, міне. Ауру жоқ. Все. Жәріңіз кіріп қалды ма? Мәз болып қалдыңыз ба? Көзіңіз ашылып қалды ма? Тағы айта кететін, құрметті көрермендерім, енді аз да болса подписчиктерім бар деді, құдайға шүкір. Жаңағы анау айтады ғой, 5-6 көрермендерім қараңыздар деп. Мына түбіндегі омыртқаның не только мына жаққа әсері бар. Мына омыртқа жылжып қысылып қалса, миға дұрыс қабылданбайды, түсіндіңіз ба? Азанда тұрған кезде мас болып тұрады. шыңылдап тұрады да. Адам мас болып тұрады. Сосын мына жерге дұрыс қан бармаған екен, адам басына дұрыс қан бармаған екен, тағы да не бармайды?
кислород бармайды. Кислород бармайды. Кислород қанмен бірге жүреді, есіңде болсын. Кислород бармағаннан кейін басқа ол головокружение болады. Көздің алдында туман болады, жаңа бұлдырап жүреді адам, анық чисто көрмейді, түсіндіңіз ба? И периодически жүрген кезде моментально жаңағы бір 2 секундқа басып айналып кетеді былай адамнан. Құлап қалайын деп. Түсіндіңіз ба? Иә. Бәрінде болса ол көп, оның несі көп. Мынау былайына сызық болып, мына миына қарай ауыратындар бар, көзі ауыртады. Түсіндіңіз ба? И мойын омыртқасы қысылғаннан көп адамдарда мұрын бітеліп қала береді. Өйткені неге? Басқа қарай кровообращение нормально, кровоснабжение нормально болмағаннан кейін, түсіндіңіз ба? Қан айналмаған жерде әр уақытта проблема. Түсіндіңіз ба? Рахат болып қалды ма? Кән, бисмилля. Спокойно. Бос жата береміз. Молодец. Денем бәрін бос оставимыз. Отлично. Тағы да босаймыз. Мынау сырттан қарағанға адамдарға оңай көрінеді да, бұл мен істеп жатқанымда. Соны біреулер қайталап, мен талайын көрдім, қайталап істеймін деп. Адамды майып қоймаңыздар, өтініш сіздерден. Бұл мен қазір істеп жатқан зат, бұл менің неше жылдық тәжірибем. Сол үшін мен сіздердің көзіңізге оңай көрінуі мүмкін. Өйткені қай жерге адамдар айтады, мынау ұрған, анау зиян, мынау зиян, ол айта берсін. Әрине мен барлық костоправтарды құптамаймын. Арасында мықтылары бар и дундуктары да бар. Олар дундук деп айтамын мен. Бос. Кетті. Все, бос. Денем бәрін бос оставимыз. Мысал үшін қарап, мына легкий движениемен омыртқалар орнына түсті қазір. Тағы бір омыртқаны орнына түсіремін қазір. Босаймыз. Айтайын дегенім, бұл кішігірім қысылып қалған нервтер МРТ көрсетпейді. МРТ ол кішкентай нервтің қысылғанını көре алмайды. Грижа деген өтірік тұрғанда ол? Грижа деп маған сөйтіп айтты да аналар. Грижа болған омыртқа, қысылып тұрған омыртқа, екі омыртқа қатты қысылғанда, подкомпрессия болған кезде, анау хрящна арасындағы грижа былай атып шығады. Былай алдынан атып шығып кетеді. Менің жұмысым жерде не? Менің жұмысым ана грижамен ауаға ұшырып жібермеймін әрине. Ана қысылып тұрған омыртқаны орнына қарай қоямын. И ана грижа бос болып қалады. Бос болған грижа ол со временем өзі жай рассасываться етеді. Түсіндіңіз ба? Өйткені үстінен басып тұрған нәрсе болмаған екен, арқаға қарай рассасываться етеді. Менде сондай пациенттерім бар, мойында екі грижасымен жаңағы Ақтау қаласын емдеген кезінде емдегеннен кейін мен енді бармаймын қайтып енді жаңағы 5 айдан кейін өзі баратын болса бірақ қала өзі туған туысқандар болған екен. Ана кісі енді любопытный ғой, енді өзінің денсаулығы ғой. Бұрынғы МРТ-сімен жаңағы маған келетін кезде жаңадан тағы МРТ-ға түскен да, түсіндіңіз ба? Анау 4 миллиметрдің, 4,5 миллиметрдің грижасы, бір жерінде 4,5, бір жерінде 5 мойында. Бәрі протузияға түсіп қалған, түсіндіңіз ба? Біреу 2 миллиметр, біреу 1,1 болып қалған. 1,1 или 1,2 есімде жоқ. В общем, протузия ол незначительный болды, онымен сен 100-ге дейін барасың онымен. Егер мойынды занимация етіп вообще жоқ кетеді. Түсіндіңіз ба, аға? Менің жұмысым сол омыртқаны босатып, қысылып тұрған нервтерден босату. Міне, мына полный орнына келді, мына полный орнына келді. Қараңыз аға, жақсылап қараңыздар. Міне қолымды ұстап жатырмын, ал шұқып тұрып басып жатырмын. Енді ауру бар ма? Мұны басқан кезде даже адамды арқа қарай сырып жіберген бойына. Ауру жоқ. Ал мына жер қалай? Бағана бүйтіп ұстаған не қылып аунап кетіп жатыр. Міне осылайша мына орнына қарай қойылады. Аға, сіз бетіңізбен емес, арқаңызбен сыра түсасаңыз камераға қарамай. Былай, түсасаңыз. Көтерсеңіз. Тұрайын ба? Иә, тұрсаңыз, арқаға қарап тұрыңыз. Қана, енді қолыңызды көтеріңіз. Қалай нормально болып қалдың ба? Сәл мектеп бар мектеп. Ағам қолды көтерсеңіз, қолды. Бағана қалай көтеріп жатырдыңыз? Қол нормально көтеріп жатыр. Жақсы ол. Бағана қалай көтерді? Мынандай бүйтіп соны видеоға алмап қызды көтере айтқан. Түсіндіңіз ба? Бұл қазір сіздің қолыңыздың көтеруіне қатысты істедім, түсіндіңіз ба? Ал сіздің мына айтып жатқан нәрсеңіз мына жағынан тартылып жатқан, бұл төмен жағында, түсіндіңіз ба? Оны бөлегені дейміз
сіз қазір жаңағы қолыңызды көтере алмай жатқан нәрсені істедім. Бұны қол қалай көтерді. Все, ем болсын аға. Так, бұл видеоны туған туысқандарыңызға, жақындарыңызға, өзіңізге жақын болған адамдарға бір анау сердца не люблю дей ма? Бір любльді басып жіберіп қоясыздар, мақұл ма? Сау болыңыздар.